Сәлеметсіздер ме оқырмандарым, бүгін цитрусты жақсы көретіндерге осындай пирог дайындап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін алдын ала үкіштен өткізілген ұнымызға майымызды салып, қолмен араластырамыз. Кейін оған қаймағымызды салып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды 20-30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді уақытымыз өткенше салмамызды дайындай береміз. Ол үшін лимонның сыртын ашып, үкіштен, яғни теркадан өткіземіз. Дәл солай, бірақ апельсинді сыртын алмай өткіземіз. Енді осыған қантымызды және крахмалымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кейін формамызды алып, менде 26 диаметрлік форма, соған пергамент қағазын төсейміз. Қамырды мен ертерек алдым, сондықтан әлі иі қанбаған, ал сіздер уақытын күткендеріңіз дұрыс. Осыны екіге бөліп, ең алдымен бір жағын жайып аласыздар. Кейін формаларыңызға салып, шетін жақсылап дұрыстап, салмамызды құямыз. Енді екінші жарты қамырды жайып, фигуралар кесеміз. Кесіп болған соң, ақырындап қамырымызды алып, үстіне жабамыз. Енді 190 градусқа пешке 35 минутқа жібереміз. Міне пирогымыз дайын болды, астарыңыз дәмді болсын.